Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 90 сайын өскелең ұрпаққа парасатты қоғам идеологиясын насихаттау мақсатында адалдық сағаты республикалық акциясын өткізіп келеді. Акция аясындағы бүгінгі дәрісіміз Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналады. Адалдықты мұра еткен ұлы Абай тақырыбындағы адалдық сағатын бейне дәріс үлгісінде назарларыңызға ұсынамыз. Бейне дәрісті оқыған Бұлбұл Сәркенова Тұрақбаева қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, бір бет-бір оқу тобының кураторы. Тыңдаушылар аграрлы бөлім ветеринария мамандығының бір бет-бір оқу тобының студенттері. Оңайбай Көшеков атындағы Атырау аграрлы техникалық колледжі аграрлы бөлім ветеринария мамандығы бір бет-бір оқу тобындағы адалдық сағатының тақырыбы адалдықты мұра еткен ұлы Абай. Мақсаты ақыл мен қайратты, білім мен адамгершілікті тең ұстаған Абай Құнанбайұлының шығармаларындағы келелі ойларды жастарға үлгі ету, жастардың арасында парасаттылық идеологиясын насихаттау және терең білімнің маңыздылығын түсіндіру, шәкірттің рухани өсуіне жол ашу, ал рухани өсу дегеніміз кісілік қасиеттерді дамыту, саналы өмірге араласу сезімдерін қалыптастыру, келешек ұрпақты сол арқылы адамгершілікке, адалдыққа тәрбиелеу. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың Абайға көңілі айнымайды. Қайта уақыт өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түседі. Абай өзінің туған халқымен мәңгі бақи бірге жасайды. Ғасырлар бойы қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар асуларға шақыра береді деген болатын. Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық. Жалпы өмірдің қай саласында да Абайдың ақылын алсақ, айтқанын істесек, ел ретінде еңселенеміз, мемлекет ретінде мұратқа жетеміз. Абайдың арманы халық арманы мен аманатын орындау жолында аянбағанымыз абзал. Абайдың өсиет өнегесі 21 ғасырдағы Қазақстанды осындай биіктерге жетелейді дейді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла, соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, күнә қойма. Абай болашақ ұрпаққа сөзін осылай арнап, бұл өткеннің құлазыған ғасырларынан өзіне бейтаныс, басқа, бірақ жарқын болашаққа сенімді жол салған ақынның айтқан сөзі еді. Даланы торлаған надандық түнегіне оқ шамшырақтай сәуле төкті, және таңы атып, күні шығатын жаққа апаратын жолды өз халқына талмастан көрсетті. Абайға деген бетбұрыс жаңа жаңғырып келе жатқан кезең халқымыз тәуелсіздік алған заманға тұспа-тұс келіп отыр. Дүниежүзі халықтары Абайды тану арқылы оны туып өсірген халқын, елін тани бастады. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүние танымы, мінезі, жаны, діні, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс ретінде бағаланды. Абайдың 17-ші қара сөзінде ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек дейді. Абай үшін дүниенің басты құндылығы адам, жай ғана адам емес, рухани тұрғыда кемелденген толық адам. Абай ұсынған толық адам концепциясы президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында жалғасын тапты. Рухани жағынан бай адам ұлттық бірегейлік пен ұлттық кодты сақтаған, санасы ашық, білімді, ұлтының патриотын қалыптастыруымыз керек деп атап көрсетті. Жалпы әлемдегі кез келген алып қарасақ, ең алдымен тәлім-тәрбиеге, білімге, адамгершілікке үндейді. Болашақ ұрпақтың өн бойына рухани азық сіңіруге тырысады. Өйткені тәлім-тәрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам өмірінде алар орны ерекше. Тәрбие, әдеп қай заманда да күн тәртібінен түспеген келелі мәселе. Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие керек. Тәрбиесі берілген білім адамзаттың қас жауы, келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деп данышпан Әл-Фараби айтқандай, өркениетті елдердің қатарына өркениеті өсіп, буынып түйінген рухани мәдени әлеуеті артқан мемлекеттердің көшбасшысы қатарына енуі бүгінгі қоғамның бейнесімен айшықталады. Бабамыздың ешқашан өзектілігін жоймайтын бұл қанатты сөзі білім ордаларының алдымен адам,
сосын маман даярлау міндетін бүгінгі күні де еселей түседі. Адамның және қоғамның іс-әрекеттеріне баса назар аударған шығыс дүниетанымында адамдық қалыпты сақтап, адамға тән өмір сүру үрдісіне ерекше басымдық береді. Адамға оның тәрбиесі, адамгершілігіне, имандылығына қарай құрмет көрсету, бағалау біздің шығыстық қоғамның тұрақты қағидасы. Еліміздің жоғарғы деңгейлерден көрінуі үшін білім мен имандылықты құстың қос қанатында ұстануымыз біздің адамдығымыздың басты талабы. Ол үшін ең алдымен ата-бабамыздан қалған салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді, құндылықтарымызды сақтай отырып, келешек ұрпақты сол арқылы рухани адамгершілікке тәрбиелеуге міндеттіміз. Жаңа азығын алмаған рухани жүдеу жастар өзінің алған білімін қара басының пайдасына жұмсап, өз мүддесін ғана ойласа, онда ол ешқашан елінің өркендеуіне үлес қоса алмайды. Сондықтан да адамгершіліктен ізгі қасиеттерді қалыптастырып, білімді, еліне адал азаматтарды тәрбиелеу заман талабы. Абайдың пікірінше адам болу үшін оның бойынан 3 түрлі фактор табылуы тиіс. Біріншіден, баланың шыққан тегі жақсы болуы керек. Екіншіден, оның әлеуметтік жағдайы немесе қоршаған ортасы жағымды болуы шарт. Үшіншіден, балаға адамгершілік тұрғысында тәрбие берілуі қажет. Абай бар асыл ойын замана жастарына, келер ұрпаққа арнады. Оның шығармашылық қызметінің негізгі мұраты адам тәрбиесі ол. Абай өз шығармаларында адам болудың талап-тілектерін атап, өзінің гуманистік танымы тұрғысынан өскелең ұрпақтың адамшылық негіздері, бойға ұялатар қасиеттері қандай болмақ деген ойға ерекше көңіл бөледі. Ақын шығармаларында өзекті желідей созылып, ғұмыр бойы танытуға ұмтылған, өмір бойы шарқ ұрып іздегені толық адам. Абайдағы толық адам рухани жетілген, кемеліне келген адам. Ойшыл ақынның ағартушылық тұрғыдағы педагогикалық тұжырымдары негізінен жастарды халқына адал қызмет ететін нағыз азамат, толық адам етіп тәрбиелеу мақсатынан туындаған. Ақынның мұраты адамды рухани кемелдендіру арқылы қоғамды жетілдіру, елді ілгері дамыған мәдениетті мемлекеттер қатарына қосу. Абайдағы толық адам туралы ойдың о бастағы төркіні ғылым таппай мақтанба өлеңінен бастау алып, ақынның адам болам десеңіз деген тезис негізінде ары қарай желілеп таратылып, жыл өткен сайын күрделене түсуде. Толық адамның тұла бойын толтырар ізгі қасиеттер ғылым таппай мақтанба өлеңінде айқын көрсетілген. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асылыз көнсеңіз. Осылайша Абай жас өркеннің бағдар түзер айқындамасы ретінде талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақымды атайды. Абай атаған 5 қасиет негізінен толықтықты танытатын 3 қасиетті құрайды. Талап пен еңбек қайратты танытса, терең ойымыз ақыл, ал қанағат пен рақым жүректен туатын қасиеттер. Адам бойындағы осы 3 қасиетті ерекше танып білуге тұратын таным екенін ақын малға достың мұңы жоқ малдан басқа өлеңінде 3-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп нақтылай түседі. Ыстық қайрат бұл үнемі ізденіс үстінде болу, тек қана алға ұмтылу, жасампаз болу. Нұрлы ақыл елге сәуле түсіріп ізгілікті іс істеу, Алла берген ақылды тек жақсылыққа жұмсау. Ал жылы жүрек иманды, иман жүзді болу, адамдарға құрметпен қарау, бұлардың мұқтажын, көңіл күйін ұға білу. Міне осы 3 қасиет ізгілікті мақсатта пайдаланылған жағдайда ғана толымды адам деген мәртебеге ие болуға болады. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек дейді. Олай болса, Абай үшін дүниенің басты құндылығы адам, жай ғана адам емес, рухани тұрғыда кемелденген толымды адам. Бұл ақынның бүкіл шығармаларындағы негізгі бір тұтас тақырыпқа өзекті идея болған. Абайдың пікірінше, ішкі рухани қазынамыздың молығуы тікелей өзіміздің қолымыздағы іс. Сіздердің назарларыңызды бір оқу тобының студенттерінің Абай шығармаларынан алған тәлім тәрбиелерінен үзінді тыңдауға назар қоюларыңызды сұраймыз.